Өте әдемі. Әке, құтты болсын қуанышыңыз. Жалпы шаңырақ көтергеніңізге қанша жыл болды өзіңіздің? Отасқаныңызға. Мына кісіні танығаныңызға қанша жыл болды деймін? Қанша? 54. 54 жыл болған. Осы жерде отқандарымыздың барлығымызға бұйырсын осындай қуаныш. Барлығымызға. Қанша бала-шаға? Бала-шаға қанша? 4 ұл, 2 қыз, 6 бала. 6 баланың әкесі мен анасы. Немере қанша? Сұрайын, мына кісіден сұрайын. Қанша немере? Немере қанша? Немереміз Нұрланда 3. Жоқ, общий. 12. Примерно 12, 10 уже көрдіңіздер ма? Осындайға жетейік, Алла бұйырса, осындайға жетейік. 54 жыл болды ғой енді отасқаныңызға. Балдар да ер жетті, бұлар да қазір ата мен ене, құдағай атанып жатыр. Bir сұрақ. Нұрланды соңғы рет бала ретінде қашан маңдайынан сүйдің? Ойбай, қашан деді ғой? Ұмытып қалғанша. Мына бала, біз 30-ға келейік, 40-қа келейік, 60-қа келейік, әке мен ананың алдында біз баламыз ағайын. Постоянно баламыз. Бұл кісілер әлі тілегін тілеп жүреді. Қазір мен көрсеткен, папаның бетінде сүйем дейді, бар. Мына балаңды, баяғыдағыдай, жиғаным, құдамызды, қалайға шөмет демейсіздер. Бұлар әкен, соңғы ретті әкеңді өзіңіз осылай, балдар еркелетеді ғой бір-бірлеріңізді бұлай. Қашан еркелігін соңғы рет естідіңіз сіз жайлы еркелік, бала кезде еркелік? Чутай деп еркелік. Қашан еркелетті соңғы рет? Бұл кісілер өте. Бұл бала деген кемпір шалдың баласы. Бұл кемпір шалдікі ма? Біздер оны осы уақытқа дейін баламыз деп айтқан жоқпыз, енді айтқан. Міне, енді айттысың ба? Міне, сеп қойшы балаңды, бала ретінде, Совет үкіметіміздің адамдары олар. Даже семей түгел есеп көрген жоқ бұл кісі. Еске алшы баланы, еске. Тамаша. Так, өзіңнің балаң қайсы, собственный қайсы? Өзімнің собственный балам. Қайда? Қайсы, кенжесі қайсы? Қайсы, қара кенже қайсы? Қара кенже, Нұржан. Сен бе? Балдарың өзі танымайды екен, кішілер. Нұржан қайда? Қара Нұржан дейді, қара Нұржан. Солай таниды уже бұл кісілер. Менікі қара, анау Нұржан дейді. Сарысы ананыкі, бежевый мынаныкі. Менікі қара. Қайда? Нұржан қайда? Сол қолдағы бала Нұржан ба? Сендер өздер қалай өмір сүріп жатсыңдар? Мынау шал кемпірдікі. Менің балам Нұржан, бірақ мен Ерланның қолында тұрам дейді. Ерланның қолында тұрам дейді. Келіңіз, Ереке, келіңіз. Келіңіз, тамаша, келіңіз. Ерланмен тойғанын бағып атыр. Налар ақшасын беріп отқан налар. Спонсорлар. Ана қара балашы. Ол кенжетай сол далада жүр ау сол бір жерде. Өз түсіп атқан жоқ, не болып атқан. Келіңіздер, мен сіздер бәріңізді шақырып атқан себебім осы үлкен шатаңырақта үлкен той болып атқасы бір отбасылық суретке жиналадым сіздерді. Отбасылық суреттерді, келіңдер. Отбасылық суретке жиналадым. Келіңіздер. Әкеңнен сіз алмайды екенсіз ғой сөйтсіз. Даже прическа дейін бірдей екен әкең. Ақта шашыңды ағарып барды екен, Ереке, дәл папаңдікіндей болып барды дәл. Дәл, маңдайың ашық. Так, не от, кенжетай не от? Не деген? Жынды ма? Кел мұнды кел. Кеншең қайда? Кел. Так. Мына театр. Ержан қайда? Ержан қайда? Ержан қайда? Бар ма? Ержан деген қайда? Так, Ерлан, Ержан, сосын? Нұржан? Мына неге жалғыз өзі Нұрлан? Әркін ештеге таба алмай қалдыңдар ма? Нұржан бар. Бәрі кәм. Алмайсыздар бір-бірлеріне көрген. Кеншең қайда? Бәрі келді. Екі қыз қайда? Қайда екі қыз? Екеу бірдей көйлек киіп жүрген екі қызың ба? Ой, молодец. Екеу біреу көйлек сатып алған, біреу подарок киіп жүрген кәдімгідей. Енді күйеу балдар қайда? Күйеу балдарың да өздерінен алмайды екен кәдімгідей. Бәрі-біріне ұқсайтындар күйеу балдар қайда? Былай қарай.
Так, тамаша. Енді ортаға шақырып отқан себептерін құрметті бауырлар, қуаныштары сұрағынан болсын. Осы әке мен ананы құрметтейік. Осы әке мен ананың разылығын алуға тырысайық. Бұл біздің жәннаттарымыз. Сондықтан осы бір балдарды шақырып отқан себебім, әрбір сіздерді бір ескеп сүйсін деп еңгеттір. Осы халықтың көзінше бағаласын, құрметтесін еңгеттір. Ал, үлкені бастайық. Кім үлкені? Анамды жалатпағаным үшін, рухымды құлатпағаным үшін, рахмет әке. Баламды үгіттегенім үшін, жаманды үйретпегенім үшін, рахмет әке. Қорғансыз тастамағаным үшін, ниетті ластамағаным үшін, рахмет әке. Ең жақсы адам болғаным үшін, адамның адам болғаным үшін, рахмет әке. Әкем деп айтатын ана, әкем деп айтатын ана, Аллаға шүкір. Әкемнің раббысы болған, әлемнің раббысы болған, Аллаға шүкір. Тату болыңыздар, құрметтеңіздер, сыйлаңыздар, жақсы көріңіздер. Міне, бұйырса, Ербол, бауырым, Гүлнұр, сіздер де осындай отау құрып жатсыздар. Осындай тату болыңдар барған жерлерінде. Бір болыңдар, біріксеңдер, әке-шешелерді құрметтесеңдер, міне осындай 54 жылға бірге жетесіңдер. Сол күнге Алла нәсіп етсін сіздерге. Осындай бауырлықтарымыз мәңгілік болсын. Кетейік, қоярыз той болсын. Әкеммен тауыстырғаным үшін. Ау, ұсылып көтеп қанға дейін. 14 немере қайдан жинап отырамыз? Қолдарын ұстаңыз. Кеттік, дастархан бастайық. Рахмет. Барлығын дәлелдегенім үшін.